Сәлеметсіздер ме оқушылар? Біз бүгін 8-ші сыныптың биология пәнінен 4-ші тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмаларын орындаймыз. Осы видеоның соңына дейін көруге кеңес беремін. Бізде бар жоғы 11 тапсырма қарастырылады. 11 тапсырмаға 40 минут беріледі, яғни сабақтың барлық бөлігі. Осы 11 тапсырманың барлығына дұрыс жауап берсеңіздер, сіздерге 30 балл беріледі. Бірінші тапсырма: тірі ағзалардың тіршілік әрекетіндегі митоз бен мейоздың биологиялық маңызды мысалдарының дұрыс қатарын анықтаңыз дейді. Бұл жерде бізде кесте берілген. Вегетативті көбею, бұл жерде бірінші А, В, С деп 4 жауап берілген. Кестеде бірінші вегетативті көбею, жынысты көбею, гаплоидты хромосомалар және диплоидты хромосомалар. Бұл жерде бізде бірден айта кетейік, бірден жауабын қарастырамыз. Бірінші жауабы дұрыс. Вегетативті көбею митоз, мейоз жынысты көбею, гаплоидты хромосомалар мейоз, диплоидты хромосомалар митоз жатады. Келесі тапсырма: бізде кестеде берілген ағзалар мен олардың көбею әдістерін сәйкестендіріңіз дейді. Бұл жерде бізде кестеде ағза және көбею әдісі берілген екен. Бұл жерде сәйкестендіруіміз қажет, яғни бірінші бұл бізде гидраның көбею тәсілі әдісі бүршіктену 1D болады. 2А жауын құрттың көбею әдісі фрагментация. Үшінші кәдімгі амеба, бұл бізде 2-ге бөліну арқылы көбейеді. Үшінші үй қояндары жыныстық жолмен көбейеді, яғни бізде жауап болады. Үшінші С жауабы 1D, 2А, 3В, 4С жатады. Үшінші тапсырма: суретінде жасыл мүктің даму циклі көрсетілген. Яғни біз суретке қарасақ, жасыл мүктің даму циклі көрсетілген. Сұрақ: жасыл мүктің тіршілік циклінің басым сатысын анықтаңыз дейді. Бұл гаметофит. Мүктің тіршілік цикліндегі В әріпімен берілген әріпімен көрсетілген сатыны анықтаңыз дейді. Яғни біз суретке қарасақ, А, В, С әріптері көрсетілген екен. В әріпімен көрсетілген саты бұл бізде жыныссыз ұрпақ, яғни спорофит болады. Келесі тапсырма: сызбада А және В әріптерімен көрсетілген бос орындарды толтырыңыз дейді. Бұл бізде аналық жасуша және тұқым. Яғни А және В әріптері аналық жасуша және тұқым. Келесі тапсырма: суретте ағзалардың ұрықтық даму кезеңдері көрсетілген. Яғни суретке қарасақ, ағзалардың ұрықтық даму кезеңдері көрсетілген. Сұрақ: ағзалардың ұрықтық даму кезеңдерін ретімен жазыңыз. Бластула, гаструла, нейрула. Яғни 3 даму кезеңі болады. Келесі тапсырма: суретте берілген ұрықтық даму кезеңін атап, ерекшелігін сипаттаңыз дейді. Бұл жерде нейрула қабаты, яғни 3 қабатты ұрық берілген. Ұрықтың қабаттардың әрқайсынан белгілі мүшелер қалыптасады. 3 ұрық жапырақшасынан әртүрлі мүшелер дамиды. Мысалы, мезодермадан қан, жүрек дамысы, энтодермадан өкпе, асқорту жүйесі дамиды. Келесі тапсырма: суретте Галапагос аралдарында мекен ететін әртүрлі тұмсықтары бар шымшықтар көрсетілген. Сұрақ: суреттегі бірінші және үшінші шымшықтардың қорек түрлерін анықтаңыз дейді. Бұлардың қорек түрлері тұқыммен және ағаш діңіндегі жәндіктермен қоректенеді. Келесі сұрақ: егерде адам бірінші және екінші шымшықтарға жемістің жұмсақ шырынымен қоректенетіндей жағдай жасаса, тұмсық пішіндері қалай өзгеру мүмкін? Онда екінші шымшықтың тұмсығындай пішінге келеді. Яғни бірінші және үшінші шымшықтың тұмсығының ұзындығы қысқа, яғни өте қысқа, бұл тұқыммен қоректенетіндіктен. Келесі үшінші шымшықтың тұмсығы өте ұзын, яғни осыларды жұмсақ шырынмен қоректендіретін болса, дәл екінші шымшықтың тұмсығындай болады. Үшінші тапсырма:
Бұл бізде адамның іс-әрекеті арқылы асырылатын сұрыптау түрін атаңыз дейді. Бұл бізде қолдан сұрыптау селекция жатады. Қазіргі кезде жабайы алма ағашын сұрыптау арқылы алманың бірнеше іріктемелері алынған. Сұрыптау жүргізудің негізгі мақсатын ұсыныңыз дейді. Яғни, келешекте қолдану мүмкінділігі, мысалы медициналық бағытта қолдану, жемістердің басқа түрлерін өсіну, елдің мәдени мұрасының бір бөлігі, яғни биоалуантүрлілікті сақтау, тамақ тізбегі, торының бұзылмауын болдырмайтын алдын алу шараларын да қарастырады. Келесі тапсырма: тірі ағзалардың өзара әрекеттесуі және қоршаған ортаның абиотикалық элементтері экожүйені құрайды. Су және құрлық экожүйелерінің абиотикалық факторларындағы ұқсастықтары мен айырмашылықтарын сипаттаңыз дейді. Яғни ұқсастықтар күн энергиясы, температура, топырақ, су, ауа ылғалдылығы жатады. Популяция термині анықтама беріңіз. Популяция термині белгілі бір ареалда генетикалық жүйе түзетін, бір түрге жататын және көбею арқылы өзін-өзі жаңғыртып отыратын ағзалар тобы. Келесі: арыстандарды тірі қалуға бейімділігі бойынша К стратегиясына жатқызуға болады. Арыстанның стратегиясының артықшылығы мен кемшілігін түсіндіріңіз. Артықшылық бұл бәсекеге қабілеттілігі, кемшілігі ірі көлемді баяу дамиды және ұзақ уақыт аз ұрпақ береді. Артықшылығы ұзақ уақыт аралығында үздіксіз тіршілік ете алады, қоршаған орта жағдайы тұрақты. Келесі: қоян популяциясының санының өзгеруі төменгі графикте берілген. Сұрақ: қоян популяциясы өзгеруін ескере отырып, графикте түлкі санының өзгеруін сызып көрсетіңіз дейді. Яғни бұл жерде бізде бірінші суретте түлкі санының өзгеруін графикте сызып көрсетті. Екінші сұрақ: популяциядағы дарақтар санының өзгерісі себебін түсіндіріңіз. Бұл бізде бәсекелестік, жыртқыш жемтік. Келесі: кәдімгі жантақ Қазақстанның шөл және шөлейтті аймақтарында кездеседі. Жантақ өсімдігінің тіршілік ортасына бейімделу жолдарын түсіндіріңіз. Тікенекке айналған жапырақтар, балауызды кутикуласы бар жапырақтар, ұзын кіндік тамыр жүйесі тереңге тарамдалған. Келесі: айрықша қорғауды қажет ететін, мысалы қар барысы, ақбөкен түрлерін сақтаудың маңыздылығына екі дәлел келтіріңіз. Бұл бізде экожүйенің тұрақтылығын сақтау, экожүйедегі тропикалық деңгейлердің бұзылуын болдырмау, тірі ағзалардың сирек кездесетін түрлерін қорғауға алу және адам іс-әрекетінің салдарын жою. Келесі: Норвегиядағы Шпицберген аралында дүниежүзілік тұқым қоры ұйымдастырылған. Осындай масштабты жобаны ұйымдастырудың себебі неде? Бұл себебі жойылып бара жатқан өсімдік түрлерін сақтап қалу немесе катаклизмдерден кейін қолдану, яғни экожүйені сақтап қалу. Соңғы тапсырма: үлкен қалалар мен өнеркәсіп орталықтарында ауа ластануының алдын алу шарасын ұсыныңыз дейді. Бұл биоотын, көгалдандыру, экологиялық сауаттылық және технологияны жетілдіру. Достар, осымен біздің ТЖБ талдауымыз аяқталды. Алдағы сабақтарыңызға сәттілік тілеймін. Демалыстарыңыз сәтті өтсін. Сау болыңыздар.